Саламатсыңдар ма балалар? Ана тілі сабағынан 3-ші күннің тапсырмасына да келіп жеттік. Осы қысқы каникул кезінде бүкіл сабақтарды мұқият орындаймыз. Ал енді 5-ші тапсырмада былай делінген: дыбыстық талдау жаса. Яғни немере деген сөз берілген. Бұл жердегі қанша дыбыс бар, қанша әріп бар, қанша буын бар, қасындағы төртбұрышқа жазу керек. Оны біз ол жерден жаза алмағандықтан, астына комментарий деген жерге осы біріншінің жауабын жазып қойсаңдар болады. Немере сөзінің немере сөзінде пәленше әріп бар, мынанша дыбыс бар, мынанша буын бар деп жазып берсеңдер болады. Екінші, тура сол сияқты шөбере, шөпшек, әліппе, көйлек, әнұран деген сөздерде қанша әріп бар, қанша дыбыс бар, қанша буын бар екенін ажыратып бересіңдер. Егер дәптерге жазып отырсаңдар, дәптерге жазып, скриншотын жасап, менің WhatsApp-ыма жіберіңдер. Енді 6-шы тапсырма. Есту арқылы жаз. Мен қазір сендерге энергия деген мәтінді оқып беремін. Тыңдалым жүреді, дұрыстап естіңдер. Электр – бұл энергия көзі. Энергия жылу мен жарық береді. Жер бетіндегі тіршілік күн сәулесіне алынатын энергияға тәуелді. Электр желісінің сымдарына жақындамаңдар. Осы жерде сендерге мынандай тапсырма берілді. Әріпі бар сөздерге дыбыстық талдау жаса дейді. Бұл жерде қазір табамыз. Қандай әріпі бар сөздер көрдік? Электр, энергия. Тағы бар ма балалар? Басқа сөз жоқ, Осы екі сөзге төбедегі 5-ші тапсырманы орындағандай етіп, дыбыстық талдау жасап бересіңдер. Дәптерге жазып, менің WhatsApp-ыма жіберсеңдер болады, скрин жасап. Болмаса, астында комментарийға жазып, жауаптарын электр, энергия сөздерін дыбыстық талдау жасап, жазып жіберіңдер. Сонымен 3-ші күннің тапсырмасын да осылай орындап, аяқтап бересіңдер маған. Барлықтарыңа сәттілік тілеймін. Келесі 4-ші күннің сабағында кездескенше.